Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін кешкі асқа осындай ерекше әрі тез дайындалатын тағам дайындаймыз. Етті тура видеода көрсетілгендей турап аламыз, яғни кішкене үлкендеу бөліктерге бөліп тураймыз. Және оларды қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз, толық пісірудің қажеті жоқ. Менде қуыруға шамамен 15 минуттай уақыт кетті. Етті қуырған майға бір ас қасық томат пастасын, 2 сарымсақты, лавр жапырақтарын, тұз және басқа да дәмдеуіштерді қосамыз және соңында су құйып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін біздің еттерімізді үстіне салып 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Гарнирға бүгін ерекше күріш дайындаймыз. Ол үшін күрішті алдымен суға пісіріп аламыз. Оның дайындалу жолы менің YouTube каналымда бар, ссылкасын қалдыратын боламын. Кейін оған жұмыртқаның сарысын қосып араластырып аламыз. Бөлек ыдыста майды қыздырамыз. Оған сәбізді салып кішкене қуырып алғаннан кейін күрішті салып барлығын араластырамыз. Бұл жерде мен тұз қосқан жоқпын, себебі күрішті суға пісірген кезде тұз қосып пісірген болатынмын. Одан кейін жұмыртқаның ағын қосып піскенше араластырамыз. Қалауыңызша ас көк не болмаса көк пияз қосуға болады. Және соңында бір не болмаса 1,5 ас қасық соя соусын қосып, барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Гарнир осымен дайын болады. Кейін оны тарелкаға салып, жанына піскен етімізді салып, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді әрі ерекше болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны жоғалтып алмас үшін колокольчик батырмасын басыңыз және менің каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.